Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаз бойы вареньенің сан алуан түрін дайындадық. Соның ішінде ерекше көзге түсетін осы микс варенье. Ол дәмі жағынан алсақ та, түсі болса да, басқа вареньеларға ұқсамайтын ерекше варенье. Ендеше бастайын. Ол үшін маған апельсин, абрикос және лимон қажет. Ең алдымен бәрін жақсылап жуып аламын. Суы әбден сорғып кепкеннен кейін әрқайсысының сүйектерін алып, бөлек-бөлек турап қоямыз. Абрикосты турап алдым. Енді апельсинға көшемін. Апельсинді осы қалпында қабығымен бірге тураймыз. Енді лимон қалды, оны да қабығымен бірге тураймыз. Мінекей, лимон да дайын болып қалды. Бәрін турап болдық. Енді әрқайсысын өлшеп аламыз. Менде 1,5 килограмм апельсин, 250 грамм лимон және 1,5 килограмм абрикос шықты. Енді осылардың мөлшеріне қарай 3 килограмм қант өлшеп аламын. Ары қарай кезек-кезек мясорубкадан өткізіп аламын. Бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Қолыңызға ең алдымен қайсы түседі, соны тарта бересіз. Мен абрикосты тарттым. Енді апельсинға көшіп жатырмын. Ал енді лимонға көшейін.
Бәрін тартып алдым. Енді осыны біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламын. Мінекей әдемі болып араласты. Енді жаңа қантымызды бірнеше бөліп, жақсылап араластырып отырып қосамыз. Қант қосқан сайын цитрустың иісі аңқып шығып тұр. Сол бір ерекше иісі үшін 2-3 порциясын дайындауға тура келеді. Жалпы бұл вареньені әркім өзінің талғамына қарай дайындаса да болады. Мысалы, абрикостың орнына персик қосуға болады. Сіздер де осындай вареньені міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте ерекше дәмді және түсі де әдемі, дастарханның сәнін келтіріп тұратындай болып шығады. Мінекей достар, қанттың соңғы бөлігін салып жатырмын. Бұл жерде ең бастысы қант жақсылап араласу қажет. Тағы да қайталап өтейін. Бұл жерде 1,5 килограмм апельсин, 1,5 килограмм абрикос, 2 лимон, 3 килограмм қант. Достар, бұл вареньенің тағы бір ерекшелігі, біз оны қайнатпаймыз. Қанты жақсылап ерігенше асықпай баппен араластырамыз. Мінекей қантын жақсылап араластырдым, бірақ ол әбден еріген жоқ. Оның еруіне 12 сағаттай уақыт қажет. Сондықтан осы қалпында холодильникке апарып қоя тұрамын. Ара-тұра 2-3 сағат өткеннен кейін араластырып отыру қажет. Мінекей достар, 3 сағат уақыт өтті, араластыруды ұмытпаймыз. Вареньенің қанты түбінде тұнып қалатындықтан, әсіресе түп жағын жақсылап араластыру қажет. Уақыт өтіп араластырған сайын вареньенің түсі де өзгеріп келе жатыр. Дайын болар шегіне жеткенде шыныдай болып жылтырап тұрады. Сондай түске енгенше 2-3 сағат сайын араластырып отырамыз. Варенье дайын болуға жақындап қалды. Соңғы рет жақсылап араластырып, тағы 2-3 сағат холодильникте ұстай тұрамын. Мінекей достар, қажетті уақыт өтті. Варенье әбден дайын. Енді ыдыстарға құйып қоя беруге болады.
Қазір мен шай ішуге құйып алайын. Қараңыздаршы, қандай керемет. Дәмінің тәтті болатынына сенімім мол, ал енді түсі ерекше шықты. Достар, варенье құятын ыдыстарды қақпақтарымен бірге стерилизациядан өткізіп аламыз. Содан кейін барып қана вареньені құямыз. Қақпақтарын жауып, уақытша холодильникте ұстаймыз. Ал енді күн салқындағаннан кейін погребке түсіруге, немесе погреб болмаса, балконда ұстауға болады. Мінекей сап-сары алтындай денсаулыққа пайдасы өте зор варенье дайын болды. Қыстың күні ыстық шайыңызға салып ішсеңіз, жазғы уақыттай бойыңызды сергітетін өте керемет, ерекше варенье. Осымен сіздермен қоштасатын уақыт та таяп қалды. Видеоны басынан соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің белсенділіктеріңіз менің каналымның өсіп өркендеуіне үлкен септігін тигізеді. Сол үшін ешқайсымыз қалыс қалып қоймайық. Жаңадан қосылған көрермен болса, каналыма тіркеліп алыңыз. Ал енді келесі кездескенше аман сау болыңыздар.